Баршаға ассалаумағалейкум. Бүгін сабақтың темасы сызықлы теңдемелер системасы. Теманы баста сызықлы теңдемелер системасының көрінісімен танысып, кейін шешу ұсуларына өтеміз. Бізде мынандай теңдемелер системасы берілген. Системада екі теңдеме һәм әрбір теңдемеде екі түрлі өзгеруші. Бұл жерде А1, А2, Б1, Б2, С1, С2 болса, бұлар санлар есептелінеді. Ал теңдіктегі бұл теңдемедегі x, y болса өзгерушілер, яғни белгісіздер есептелінеді. Енді системадағы бұл әрбір теңдікті дұрыс теңдікке айландыратын x, y-тің жұп мәндістері болса, системаның шешімі есептелінеді. Егер бұл теңдіктерді дұрыс теңдікке айландыратын x, y-тің мәндістері болмаса, онда система шешімге ие болмайды. Сызықлы теңдемелер системасының көрінісімен таныстық, енді шешу ұсуларына өтеміз. Сызықлы теңдемелер системасын шешудің екі универсал ұсулын үйренеміз. Бірінші ұсул орнына қою ұсулы. Төменде берген мысалдарды қазір орнына қою ұсулында шешеміз. Бірінші мысалдан бастаймыз. Мына берген сызықлы теңдемелер системасын орнына қою ұсулында шешуіміз керек. Бұл ұсулдың ұлма схемасын түсіндіріп өтемін. Екі белгісізді системада екі белгісізді біріншісін екіншісі арқылы аңлатып, екінші теңдемедегі бірінші белгісінің орнына қою арқылы бір белгісізді теңдемеге алып келіп шешіледі. Міне, бұл жерде екі теңдеме берілген, екі белгісіз. Қалесек x-ті y арқылы, яки y-ті x арқылы аңлатсақ болады. Біз x-ті y арқылы аңлатамыз, оның үшін y теңдіктен екінші жағына өтіріп, x-ті y арқылы аңлатылған мәнісін екінші теңдемеде x-тің орнына қою арқылы бір белгісіз теңдемеге алып келіп шешеміз. Бұны қазір әмелде көрейік. Система сызамыз. Енді x-ті теңдіктің шеп жағында қалдырып, y-ті теңдіктің оң жағына қарама-қарсы белгілеме өтіреміз. 9 алынған y болады. Енді бұл жерде бұл x-тің мәнісін y арқылы аңлаттық. Енді екінші теңдемеде x-тің орнына мұна y арқылы аңлатылған мәнісін әкеп орнына қоямыз. X жазбаймыз да, сол 9 алынған y-ті сол x-тің орнына қойып жазамыз. Сонда 9 алынған y алынған 2y тең 3 дедік. Міне біз көзленген мақсатқа жеттік, яғни біз теңдемеде бір белгісіз теңдемеге алып келдік. Енді бұл теңдемені шешіп y мәнісін табамыз. Өз алдына жазамыз. Бұл жерде минус y, минус 2y екеуі қосылады, минус 3y болады, тең. 9 теңдіктің екінші жағына қарама-қарсы белгілеме өтеді, 3 алынған 9 болады. Енді y тең. Енді y-тің алдында минус 3 теңдіктің екінші жағына бөлумен өтеді, 3-тен 9-дасақ минус 6 бөлінген минус 3 болады. Y тең минус 6-ны минус 3-ге бөлсек 2. Y-тің мәнісін таптық. Енді системадағы бірінші теңдемедегі x-тің мәнісін табу үшін y-тің орнына 2-ні әкеп қоямыз. Онда x тең болады 9 алынған, енді y-тің орнына 2-ні қоямыз. 2. Сонда x тең 7 болады. X һәм y-тің мәнісін таптық. Енді мәнісін жазамыз. X-тің орнына 7-ні қоямыз, y-тің орнына 2-ні қоямыз. Енді екінші мысалға өтеміз. Енді қайсысы арқылы аңлатқан мақұл? X-ті y арқылы, яки y-ті x арқылы. Ләжі барынша жалғыз тұрған белгісізді алғанымыз мақұл. Бұл жерде y-іміз жалғыз тұрды. Енді y-ті мәнісін x арқылы аңлату үшін 2x-ті теңдіктің жағына өтіреміз. Һәм y-тің бұл аңлатқан мәнісін екінші теңдемедегі y-тің орнына кеп қоямыз. Система сызамыз. Y-ті екінші теңдемеде y-ті теңдіктің шеп жағында қалдырамыз. 2x-ті теңдіктің оң жағына қарама-қарсы белгілеме өтіреміз. Яғни 7 алынған 2x болады. Енді бұл y-тің бұл мәнісін екінші теңдемедегі бұл y-тің орнына алып келеміз. Сонда алдында x бар, 2 көбейтеміз. Көбейт жазамыз. Онда 3x алынған 2 көбейтілген. Енді y-тің орнына x арқылы аңлатылған мәнісін қоямыз. Қосылмаға 7 алынған 2x деп жазамыз. Тең 21. Міне, y-тің мәнісін x арқылы аңлаттық. Бірінші теңдемеде міне тек қана бір өзгеруші теңдеме пайда болды. Әнеден сол теңдемені шешіп, x мәнісін табуға әрекет етеміз. Жазамыз 3x. Енді минус 2-ні қосылмадағы әрбір ағзасына көбейтіп ашамыз. Минус 2-ні 7-ге көбейтсек, минус 14 болады. Минус 2-ні минус 2x-ге көбейтсек, қосылған 4x болады. Тең 21. 3x-ге 4x қоссақ 7x,
минус 14 теңдіктің екінші жағына қарама қарсымен өтеді. 21 қосылған 14 болады. X тең 21-ге 14 қоссақ 35. 7 теңдіктің екінші жағына бөлумен өтеді. Сонда X тең 5 болады. Міне X-тің мәнісін тапты. Енді екінші теңдемедегі X-тің орнына қою арқылы Y мәнісін табамыз. Жазамыз Y тең болады. 7 алынған 2 көбейтілген X, X-тің орнына 5 қойып жазамыз. 2 көбейтілген 5. 7 алынған 2-ге 5 көбейтсек 10 болады. Сонда Y тең 7-тен ондасақ минус 3. X һәм Y мәнісін таптық. Енді орнына қойып жауаптан жазып қоямыз. X-тің орнына 5 қоямыз. Y-тің орнына минус 3. Системаның шешімі келіп шықты. Мысалдар көре давам етеміз. Кейін мысал өтеміз. Үшінші мысал. Енді бұл системаны шешетін болсақ, енді қайсысын қайсы арқылы аңлатуымыз керек. Бұл жерде белгілер ешқайсы жалғыз емес. Енді қайсысын қайсы арқылы аңлатамыз. Қараймыз. Бұл жерде 5x асақ болады. Неге? Себебі екінші теңдемедегі бұл 15x-тің ішінде 5x-ті түрлендіріп жазсақ болады. Бұны қазір әменде көреміз. Жазамыз. 5x-ті теңдіктің шеп жанында қалдырамыз. Тең дейміз. Минус 2y-ті теңдіктің оң жағына қарама қарсы белгілеп отырсақ, 2y қосылған 1 болады. Енді 15x-ті 5x арқылы түрлендіріп қалай жазамыз? Оның үшін 3 көбейтілген 5x деп жазсақ болады. Алынған 3y тең минус 3. Міне бір жерде 15 дегенді 3 көбейтілген 5 деп жаздым. Міне 5x бізде бар. Сол 5x-тің орнына, мына 5x-тің y арқылы аңлатылған мәнісін орнына келіп қоямыз. Өз алдына жазамыз. Сонда 3 көбейтілген 5x-тің орнына қосылмаға 2y қосылған 1 деп жазамын. Алынған 3y тең минус 3-ге. Теңдемені бір белгісізді теңдеме алып келдік. Енді бұл теңдеме шешіп y мәнісін табамыз. 3-ті 2y көбейтсек 6y қосылған 3, алынған 3y тең минус 3. 6y-тен 3y тасақ 3y болады. 3-міз теңдіктің қарама қарсы белгілеп өтеді екінші жағына. Тең минус 3 болса, енді y тең болады. 2 қосылып минус 6 бөлінген 3. Бұнан y тең минус 2 деген жауап келіп шығады. Y мәнісін таптық. Енді бұл Y мәнісін бірінші теңдемедегі Y орнына алып келіп, Y орнына қойып X мәнісін табамыз. Жазамыз 5x тең 2 көбейтілген Y орнына минус 2-ні қоямын. Қосылған 1. Есептейміз. 5x тең 2 минус 2-ні көбейтсек минус 4 болады. Қосылған 1. Сонда x тең болады. Минус 4 плюс 1 минус 3 бөлінген 5. Яғни x тең минус 5-тен 3 деген жауап болады. X y мәнісін таптық. Енді жазып қоямыз. Сонда x мәнісін минус 5-тен 3, y мәнісі болса минус 2. Кейінгі төртінші мысалда. Төртінші мысал. Енді бұл системада қайсысын қайсы арқылы аңлатамыз. Егер 2x-ті танылайтын болсақ, минус 8x-ті 2x-ке түрлендіріп жазуымыз керек. Егер 5y-ті алатын болсақ, 5y-тен алатын болсақ, егер 15y-ті 5y-ке түрлендіріп жазуымыз керек болады. Біз бұл жерде 2x танылап аламыз. Система сызамыз. 2x теңдіктің шеп жанында қалдырып, 5y теңдіктің оң жағына өтіріп жібереміз. Қарама қарсы белгімен. Сонда минус 5y болады. 2x-тің мәнісін минус 5y арқылы аңлаттық. Енді бұл минус 8x-ті 2x-пен көрінісіне түрлендіру үшін минус 4 көбейтілген 2x деп жазамын. Қосылған 15y тең 7. Енді бұл 2x-тің орнына мына минус 5y дегенді орнына кеп қоямын. Жазамыз минус 4 көбейтілген 2x-тің орнына минус 5y-ті орнына кеп қойдым. Қосылған 15y тең 7-ге. Минус 4-ті минус 5-ке көбейтсем плюс болып кетеді. Плюс, яғни 20y қосылған 15y тең 7-ге. 20-ға 15 қосамын 35y болады тең 7-ге. Y тең 35 теңдіктің екінші жағына бөлумен өтіріп жібереміз. Сонда 7 бөлінген 35, 7 мен 35 қысқарады. Сонда y тең
1 бөлінген 5 деген жауап келіп шығады. Енді y-ті мәнісін, бұл бірінші теңдіктегі y-ті орнына келіп, x мәнісін табамыз. Жазамыз 2x тең минус 5, y-тің орнына 5-тен 1 деген мәністі қоямыз. 5 пенен 5 қысқарады. Сонда x тең болады, 2 тең деген шаны бөлумен өтеді, минус 1 бөлінген 2. X-ті мәнісін таптық. Сонда системаның шешімі x-тің мәнісін бірінші жазамыз, минус 2-ден 1, y-тің мәнісі 5-тен 1. Мен достар, орнына қою ұсулында қалай шешілуді мысалдарды көрдік. Енді екінші ұсулға өтеміз. Екінші ұсул алгебралық қосу ұсулы. Енді мысалдарды алгебралық қосу ұсулында шешеміз. Бірінші мысалдан бастаймыз. Мына берілген сызықлы теңдеменің системасын енді алгебралық қосу ұсулында шешуіміз керек. Бұл ұсулдан қалай пайдаланамыз? Системада берілген екі теңдемені бір-біріне қосу яки бірінен екіншісін алу арқылы теңдемені бір белгісіз теңдемеге келтіріп шешіледі. Оның үшін системадағы белгісіздердің алдындағы коэффициент һәм белгілеріне қаралады. Бұл жерде мәне x-тің алдындағы белгілерім, коэффициентлерім бірдей. Ал y-тің алдындағы коэффициентлер әрқилы, бірақ белгілері бірдей. Енді бұны y-ті егер алғанда яки қосқан уақытында y-іміз жоғалмайды, онда біз x арқылы орайлаймыз. Енді x алдында белгілер бірдей болғаны үшін бірінен екіншісін алған уақытымызда x алынып жоғалып кетеді. Ане сол алу әмерін орнатсақ болады екен. Демек біз бірінші теңдемеден екінші теңдемені аламыз. Алған уақытында сәйкес ағзалар алынады. X-тен x аламыз. Қосылған. Енді 5y-тен аламыз 4y-ті. Тең екінші жағынан 3-тен 2-ні аламыз. X-тен x тасақ 0, жазып отырмаймыз. 5y-тен 4y-ті тасақ y-тің өзі тең 3-тен 2-ні алсақ 1. Y-тің мәнісін таптық. Енді y-тің мәнісін бұл жерде системада берген екі теңдемені қалеген теңдіктегі y-тің орнына қойып x-тің мәнісін табамыз. Қалесек біріншіне, қалесек екіншіне қойсақ болады. Біз біріншіне қоямыз. X қосылған. Енді y-тің орнына бірді қойған уақытта 5-ке көбейтеміз. 5-тің өзі болады. Тең 3. X тең 5 теңдіктен екінші жағына өтеді. 3 алынған 5. Яғни x тең бұл жерде минус 2 деген жауап болады. Жауабын жазамыз. X-тің мәнісі минус 2, y-тің мәнісі 1. Системаның шешімі келіп шықты. Кейін мысалда. Енді бұл жерде белгісінің алдындағы белгі һәм коэффициентлеріне қараймыз. Бұл жерде x-тің алдындағы коэффициентлер әрқилы. Демек, оған біз алғанда қосқанда бұлар жоғалмайды. Y-ге қарайық. Y-тің алдындағы белгілері әрқилы, коэффициентлер бірдей. Онда бұны біз қосу арқылы y-ті жоғалтсақ болады. Қосуды орайлаймыз. Бірінші теңдемен екінші теңдемен қосамыз. Сәйкес ағзаларын бірінен қосып кетеміз. 2x-ке 3x қоссақ 5x болады. Y-ге минус y қосқан уақытта бірінен екінші алынып жоғалып кетеді. Тең. Y жазып отырмаймыз. Енді 11-ге 9 қоссақ 20. X тең болады. 20-ны бөлеміз 5-ге. X тең 4 деген жауап болады. Енді бұл x-тің мәнісін екі теңдіктің қалеген біреуіндегі x-тің орнына қойып y-тің мәнісін табамыз. Бірінші теңдікке қоямыз. X-тің орнына 4 қойсақ 2 көбейтіледі 8 болады. 8 қосылған y тең 11-ге. Бұл жерден y-тің мәнісін табатын болсақ 8 теңдіктен екінші қарама қарсы белгімен өтеді. 11 алынған 8, y тең бұл жерде 3 болады. X y мәнісін таптық, енді жауап жазамыз. X мәнісі 4, y мәнісі 3. Системаның шешімі келіп шықты. Кейін үшінші мысалда. Бірінші, демек, белгісінің алдындағы белгі һәм коэффициенттеріне қараймыз. Бұл жерде x алдындағы коэффициенттер бірдей, яғни 4, белгілері әрқилы, біреу плюс, біреу минус. Енді бұл жерде x арқылы орайласақ болады, яғни екі теңдікті бір-біріне қосамыз. 4x-ке минус 4x қосқан уақытта бір-біріне алынып 0-ге тең болады, жазып отырмаймыз. Енді 7y-ті 9y-ге қоссақ 16y болады. Тең 40-қа 24 қосамыз 64. Y тең, енді 16-ның теңдіктен екіншісіне бөлу әмерін отырып жібереміз. 64-ті 16-ға бөлеміз. Y тең 4 деген жауап болады. Y мәнісін таптық. Енді Y мәнісін
Бұл жерде екінші теңдіктегі y-тің орнына қоямыз. Сонда минус 4x қосылған y-ті 4-ті қойсақ, 9-ы көбейтсек 36 болады, тең 24. Минус 4x тең 24, 36 теңдіктің екінші жағына қарама-қарсы беріліп өтеді, минус 36. Минус 4x тең 24-тен 36-ны аламыз, минус 12 болады. X тең, енді минус 12-ні бөлеміз минус 4-ке. X тең 3. X y мәнісі табылды. Жауап жазамыз. Сонда x мәнісін 3, y мәнісін 4. Кейін мысал өтеміз. Демек, белгістердің алдындағы коэффициент һәм белгілеріне қараймыз. Бұл жерде x-ның алдындағы бірінші коэффициенттеріне қарасақ, әрқилы енді y-ге өтеміз. Y-дің алдындағы коэффициенттері бірдей, белгілері бірдей. Онда алу әмені орнасақ болады. Бірінші теңдіктен екінші теңдікті аламыз. 2x-тен 4x алсақ, минус 2x болады. 5y-тен минус 5y-тен минус 5y-тен алғанда 0, бір-біріне жесіп кетеді, тең. Енді 1-ден 7-ні алатын болсақ, минус 6 болады. X тең минус 6 бөлінген минус 2. X тең 3 болады. X-тің мәнісін таптық. Енді X-тің мәнісін қалеген теңдікте X-тің орнына қойып, Y-тің мәнісін табамыз. Бірінші теңдікке қоямыз. Бірінші теңдікте X-тің орнына 3-ті қойсақ, 2 көбейтеміз 6 болады. Минус 5y тең 1-ге. Минус 5y теңдіктің шебі жанында қалады. 6-ның теңдіктің екінші жағына қарама-қарсы беріліп өтіреміз. 1 алынған 6. Яғни y тең болады. 1-ден 6-ны алсақ минус 5 бөлінген минус 5. Минус 5-ті минус 5-ге бөлсек 1. Y тең 1. X y-тің мәнісін анықтадық. Жауапты жазамыз. X мәнісі 3, y мәнісі 1. Достар, алгебралық қосу ұсынуда мысалдар көрдік. Алгебралық қосу ұсынуда қалай ойлануын көрдік. Енді екі ұсынуды омаластырып мысал көреміз. Бірінші мысалда берілген мына сызықлы теңдемелер системасын шешуіміз керек. Баста системадағы теңдемелерді өз алдына алып ойластырып аламыз. Жазамыз. X бірінші теңдемедегі x алынған 2y қосырманы ашу үшін қосырма сыртында 3-ті көбейтіп ашамыз. Қосылған 3x алынған 3y тең 3-ге. Екінші теңдемедегі 3x жазамыз. Алынған енді 2-ні көбейтіп ашамыз. Минус 2x болады. Минус минус плюс 2y болады. Тең 4-ге. Енді x-ке бірінші теңдемеде x-ке 3x қоссақ 4x. Минус 2y минус 3y минус 5y болады, тең 3-ке. Енді 3x-тен 2x тастақ x қосылған 2y тең 4-ке. Біз ойластырдық. Енді қайсы ұсынудан пайдалансақ болады. Алгебралық қосу ұсынуда орындау үшін бұл жерде коэффициенттер әрқилы, бірақ келтірсек те болады. Бұл жерде енді x-міз жалғыз екен, орнына қою ұсынудан пайдаланамыз. Енді x-ті y арқылы айналатып, бірінші теңдемеде x-тің орнына y-тің демек мәнісін қойып, x-тің мәнісін қойып, y арқылы бір теңдемен шешеміз. X тең болады, плюс 2y-ті теңдіктен екінші жағына қарама-қарсы беріліп өтсек, 4 алынған 2y. Енді бұл x-тің мәнісін бірінші теңдемеде x-тің орнына келіп қоямын. Сонда 4 көбейтілген қосылма ішіне 4 алынған 2y алынған 5y тең 3 деп жазамыз. Бізде бірінші теңдемеде бір белгісіз теңдеме келді. Енді сол теңдеме шешіп, y мәнісін табамыз. Қосылманы ашу үшін 4 көбейтіп ашамыз. 16 алынған минус 8 алынған 8y алынған 5y тең 3. Енді минус 8y-ке минус 5y қоссақ минус 13y тең 16 теңдіктен екінші жағына қарама-қарсы беріліп өтеді. 3 алынған 16 болады. Енді y тең бөлімі өтеді минус 13-іміз. Сонда минус 13 бөлінген минус 13. Бұндан y тең 1 деген жауап келіп шығады. Енді y-тің мәнісін екінші теңдемедегі бұл y-тің орнына қойып x мәнісін табамыз. X тең 4 алынған 2, яғни x тең 2 болады. X y-тің мәнісін таптық, жауап жазамыз. 2, 1. Енді екінші мысал.
Бұл теңдемелі системасында өзгерушілердің, яғни белгістердің алдында коэффициенттер бөлшек көрінісінде беріліп жатырды. Енді бұл бөлшеклі коэффициенттерді бүтін коэффициенттерге айландыру үшін бөлімдегі саналардан кеп шығып, тең және сондай саналарды көбейтуіміз керек. Көбейткен уақытында бұл бөлімдегі саналар қысқарып кету керек. Онда бірінші теңдікке 10-ды көбейтеміз. Екінші теңдікке 12-ні көбейтеміз. Жазамыз. Баста көбейт жазайық. X бөлінген 5 көбейтілген har бір ағзасына көбейтеміз. 10 қосылған y бөлінген 2 көбейтілген 10 болады. Тең 5 көбейтілген 10. Енді екінші теңдемедегі har бір ағзасына 12-ні көбейтеміз. X бөлінген 4 көбейтілген 12 алынған y бөлінген 3 көбейтілген 12 тең 0,5 көбейтілген 12. Енді қысқартамыз. 5 пен 10, 2 мен 10 қысқарады. Қысқарғаны бұл жерде 2, бұл жерде 5 қалады. 4 пен 12 4-ке қысқарса бұл жерде 3 қалады. 3 пен 12 қысқарады, 4 қалады. Енді қысқарған саналарды белгісіздері көбейтіп жазамыз. X-ке 2-ні көбейтсек 2x болады. Қосамыз 5-ке y-ті көбейтеміз. 5y тең 5-ке 10-ды көбейтсек 50. Енді екінші теңдемедегі көбейтілгенде қысқарғаны қалған саналарды көбейтіп жазамыз. 3x алынған 4y тең 6 болады. Мен бөлшеклі коэффициенттерді біз бүтін коэффициенттерге айландырдық. Енді бұл жерде белгісіздің алдындағы коэффициенттер әрқилы. Қайсы ұсылда орындаймыз? Енді бұны қосу орнына қоюдан турдан тура орнына қою яки турдан тура қосу яки алу амелдерін орындай алмаймыз. Келтіреміз. Қалесек x-ті, қалесек y келтірсек болады. Бізге енді коэффициенттер кішісін келтірген мақұл. Бұл жерде енді x-ті алдында коэффициенттерді келтірсек болады. Оның үшін біз теңдікке 3-ті көбейтемін, екінші теңдікке 2-ні көбейтемін. Көбейт жазамыз. 3-ті көбейтеміз 6x болады. Қосылған 5-ке көбейтсек 15y тең 150. Енді екінші теңдемеге 2-ні көбейтемін. Har бір ағзасына көбейтемін. 6x алынған 8y тең 12. Міне x-ің алдындағы коэффициенттер теңдесті. Енді алу амелін орналастырсам болады. Бірінші теңдіктен екінші теңдікті аламыз сәйкес ағзаларын. 6x-тен 6x алсам 0 жазып отырмаймын. Енді 15y-ден -8y-ді алсам минус плюс болады. Қосылады. Яғни 23y тең 150-ден 12-ні алсам 138 болады. Бұндан y тең 138-ді бөлсем 23-ке y тең 6 деген жауап болады. Y-дің мәнісін таптық. Енді x-дің мәнісін ұсыт системаларда қалеген теңдемеде y-дің орнына қойып x-дің мәнісін тосақ болады. Мен бұл жерде мына системадағы y-дің орнына кеп қоямын. Онда жазамыз 2x қосылған 5 көбейтілген 6. Y-дің орнына 6-ны қоямын. Тең 50-ге. 5-ке 6-ны көбейтсем 30. Сонда 2x тең 50 алынған 30 болады. X тең 20 бөлінген 2. Сонда x тең 10 деген жауап болады. X, y-дің мәнісін таптық. Жауап жазамыз енді. X-міз 10, y-міз 6. Системаның шешімі кеп шықты. Кейін мысал өтеміз. Енді үшінші мысалда берілген системаны шешеміз. Бұнда енді орнына қою ұсынудан пайдаланамыз. Бұл жерде 2x-тің мәнісі ажыратылған y арқалы. Сол енді екінші теңдемеде x-тің орнына қою үшін бұны 4x-ті 2x-ке түрлендіріп жазамыз. Бұл жерде 2x-тің мәнісі анық, тең 3y минус 12-де жазып тұрамыз. Енді 4x-ті 2 көбейтілген 2x алынған 6y тең 5-ке. 2x-тің мәнісін ажыратты. Сол 2x-тің орнына 3y алынған 12-ні орнына кеп қоямын. Сонда 2 көбейтілген 2x-тің орнына енді қосылмаға 3y алынған 12-ні қоямын. Алынған 6y тең 5-ке. Қосылма ашамыз. 2-ге 3-ті көбейтсек 6y алынған 24 минус 6 тең 5-ке. Бұл жерде 6y алып жазамыз. 0 болады. Тең 24-міз теңдіктің екінші жағына
минусымыз плюс болып 5-ке қосылса 29. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай мына теңдемені шештік, белгісі жоғалды. Теңдік надұрыс теңдік. Надұрыс теңдік бұл жерде бұл теңдікті дұрыс теңдікке айналдыратын y мәнісі жоқ, яғни бұл теңдеме шешімге ие емес. Енді системада сондай қағида бар. Системада теңдемелердің бірі егер шешімге ие болмайса, системада шешімге ие болмайды. Бұл жерде демек жазып қоямыз, система шешімге ие емес. Теңдемелер системасы шешімге ие емес. Төртінші мысал. Демек бұл мысалда енді бұнда да орны қойысуынан пайдаланамыз. Енді 2 y-ті ажыратып алып, екінші теңдемедегі 10 y-тің орнына 2 y-ті түрлендіріп орнына қоямыз. Жазамыз. Бірінші теңдемеде 2 y-ті теңдіктің шебжанында қалдырамыз. 3x теңдіктің екінші жағына қарама-қарсы бөліп отырмыз. 4 алынған 3x болады. Енді екінші теңдемедегі 10 y-ті 5 көбейтілген 2 y тең 20 алынған 15x деп жазамын. Енді 2 y-тің орнына 4 алынған 3x алып келіп орнына қоямын. Сонда бұйығы жазамыз. 5 көбейтілген енді 2 y-тің орнына қосылмаға 4 алынған 3x деп жазамыз. Тең 20 алынған 15x. Қосылма ашамыз. 5-ке 4 көбейтсек 20 алынған 15x тең 20 минус 15x. Белгісі бір тәрепке жинаймыз. Минус оң жақтағы минус 15x теңдіктің шеп жағына қарама-қарсы берілмей өтеді. 15x алынған 15x болады. Теңдіктің енді шеп жағында 20-ны теңдіктің оң жағына қарама-қарсы берілмей өтеді. 20 алынған 20. Бұл жерде 15x-ті 15x аламыз 0 тең 20-дан 20-дан аламыз 0. Теңдемен шештік, белгісі жоғалып кетті. Бірақ теңдік дұрыс теңдік. Теңдік дұрыс болғаны үшін бұл жерде теңдікті дұрыс теңдікке айналдыратын x мәндер көп дейміз. Яғни бұл жерде теңдемеде шексіз көп көлемге ие болғаны үшін енді системадан сондай қағида бар. Егер системадағы теңдемелердің бірі шексіз көп шешімге, яғни шексіз көп көлемге ие болатын болса, онда системада шексіз көп шешімге ие болады. Жазып қоямыз. Демек бұл система теңдемелер системасы шексіз көп шешімге ие. Енді достар, осымен бүгінгі сабақты жұмақлаймыз. Сабақ хақында пікірлеріңізді комментария жазып қалдырың. Кейінгі сабақларда көріскенше.